Сәлем достар, бүгін сіздермен сметаниктің ең оңай жасалу жолымен бөлісетін боламын. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Сметаниктарыңыз бір жасағаннан керемет дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен ұнның үстіне бір шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Ұнның барлығын елеуіштен өткізіп аламыз. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Қантты саламыз. Барлығын жақсылап қолымызбен біріккенше араластырып шығамыз. Дәл видеодағыдай екі қолымызбен ұн мен майды күйген кезде осындай крошка шығуы қажет. Шыққан крошканың үстінен бір жұмыртқамызды салып, жақсылап жұп-жұмсақ қылып қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды салафанға салып, бөлме температурасында тындырып қоямыз. Қамырымыз тынғанша салмасын дайындаймыз. Ең алдымен сметанамызды саламыз. Қажетті құрамның барлығын төменге описаниеге қалдырып кетемін. Сол жерден кіріп қарай аласыздар. Сметананың үстінен жұмыртқаны саламыз. Қантты салып, барлығын бір келкі болғанша араластырып аламыз. Қамырымыз тынғаннан кейін ұнды сеуіп, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Қамырымызды жайып атқан кезде пешті 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Дайын болған қамырымызды формамызға жақсылап орналастырып шығамыз. Шетіне бортиктарын шығаруды ұмытпаймыз. Осылай дәл видеодағыдай шетін қолымызбен тегістеп шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен салмамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, сметаник пирогымыз пісіп шықты. Пісіп шыққандығын ағаш таяқшамен тексеріп көреміз. Пирогымызды әбден суығаннан кейін ғана барып формасынан шешеміз. Міне достар, біздің дәмді сметаникіміз дайын болды. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.